Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, әдебиеттік сабағымызды бастаймыз. Сіздерге сәттілік тілеймін, балалар. Күндей жадырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай таза, мөлдір көңілмен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Балалар, биыл Абай атамыздың 175 жылдығы тойлануда. Абай атамыздың тойын халықаралық көлемде тойланып жатыр. Біз Абай атамыздың өлеңдерін білеміз бе, балалар? Қандай өлеңдерімен танысып едік өткен оқу жылында? Сіздер білесіздер ме? Кәнекей, естеріңізге түсіріңіздерші. Жақсы. Онда біз осы оқу білімге байланысты ғылым таппай мақтанба өлеңін есімізге түсірейік. Қанекей балалар, бәріміз хормен оқиық. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмір алдыңда, ойған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпанды білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. 5 асылыс көнсеңіз. Мінекей балалар, осы Абай атамыздың өлеңінде адамдарға, адам бойынан табылатын қандай қасиеттерді көріп отырсыңдар. Яғни біз жақсы жаман қасиеттерді бойымызға, яғни жаман қасиеттерді бойымыздан алып тастап, жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіруіміз керек. Ал ендеше осы өлеңдегі жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіре отырып, балалар, сендер күнделікті өмірде қандай мамандық түрлерімен кездесесіңдер? Сендерге қандай мамандық түрлері таныс? Және де, балалар, сендер өздерің қандай мамандық түрлерін келешекте ойластырып жүрсіңдер осы бастан бастап? Яғни, суретке назар аударыңдаршы. Қандай мамандық түрлері бар екен? Кәнекей, барлығымыз көз жүгіртейік суретке қарап. Кәнекей, балалар, назарларың суретте болсын. Жарайды. Яғни бұл жерде мамандықтың көп салалары бар екен. Яғни біз күнделікті өмірде осы мамандық иелерімен танысып, яғни араласып жүрміз бе? Жақсы, керемет. Яғни біз осы мамандық иелерін білеміз, күнделікті өмірде танысамыз. Енді осы мамандық иелері болу үшін келешекте сіздер жақсы оқып, көп еңбек етулеріңіз керек. Ендеше, балалар, біз сабағымызды әрі қарай бастаймыз. Біз бүгін Бүркіт Ысқақовтың жас техник өлеңімен таныс боламыз. Біз бүгінгі сабақта нені мақсат тұтуымыз керек? Кәнекей, яғни өлең жолдарынан көркемдегіш сөз құралдарды табуды үйренеміз. Яғни сіздер үйренесіздер. Және де өздерің көркемдегіш құралдарды қолдана алатын боласыңдар. Яғни біз жаңалыққа құмармын тақырыбындағы Бүркіт Ысқақовтың жас техник өлеңімен таныс боламыз. Енді мына балалар, суретке назар аударыңдаршы. Бұл Бүркіт Ысқақов аталарың. Яғни бұл жерде өмірімен сіздер ғаламтор арқылы танысып, іздеп аласыздар. Мен сіздерге шамалы ғана атамыздың өмірімен таныстырайын. Бүркіт Ибрагимұлы Ысқақов 1924 жылы 4 қарашада Қарағанды облысы Нұра ауданы Көкмөлдір ауылында дүниеге келген екен. Ол филология ғылымдарының кандидаты болған, 2-ші дүниежүзілік соғысқа қатысқан екен.
Ол көптеген өлеңдердің авторы екен балалар. Және Ұлы Отан соғысына қатысып, орден, медальдармен марапатталған екен. Осы атамыздың өлеңдерін біз басқа да өлеңдерімен кейін келешекте танысатын боламыз. Енді балалар, бүгінгі біздің өтетін өлеңіміз Бүркіт Ысқақовтың жас техник өлеңі. Енді балалар, сіздермен қосылып, біз Бүркіт Ысқақовтың жас техник өлеңін бәріміз хорымен оқитын боламыз. Жас техник. Жас техник дегендер, жай балалар демеңдер. Техника тетігін меңгерген шеберлер. Жас техник дегендер, жай балалар демеңдер. Электрді ерттеген ер жүрек ерендер. Жас техник дегендер, жай балалар демеңдер. Радионы басқарған өнерлі өрендер. Жас техник дегендер, жай балалар демеңдер. Ғарышқа жол салар, солар болар кемеңгер. Мінекей балалар, өлеңде қандай мамандық түрлері бар? Қандай мамандық түрлерін атап көрсеткен? Яғни бұл өлеңде инженер мамандығы, электрик мамандығы, ұшқыш мамандығы туралы айтып көрсеткен. Яғни біз осы мамандық иелерінің бойларынан шебер, ержүрек ерен, өнерлі өрен, кемеңгер сияқты жақсы асыл қасиеттерді осы мамандық иелер бойынан біз таба аламыз. Тек қана осы мамандық иелері емес, әрдайым біз ержүрек ерен болуымыз керек, өнерлі кемеңгер болуымыз керек. Яғни сіздер де осындай мамандық иелерін сүйеді, таңдайды деп ойлаймын. Жақсы, жарайды, өте тамаша. Енді келесі суретке назар аударайық балалар. Бұл суретте қараңдаршы балалар, кімдер отыр? Яғни Жанар мен Айдос отыр. Енді екеуінің қандай жұмыс жасап отқанын, немен айналысып отқанына көңіл бөліңдерші. Жанар немен айналысып отыр? Айдос немен айналысып отыр? Мінекей балалар. Жақсы, тамаша. Жанар, яғни робототехника бағдарламасын ұнатады екен. Ол өзінің роботтарына жаңа іс-әрекеттер ойлап табу үшін компьютермен жұмыс жасап отыр. Яғни сіздер мультфильмнен болсын, кинолардан болсын, робот туралы білесіздер ма? Мысалы, бізде дамыған Жапония, Қытай, Корей елдерінде мысалы жұмыстардың барлығын роботтар жасайды. Мысалы, машина жөндеу, үйдің жұмыстарын жасау. Міне оларда адамдар, олар өздерінің роботтарын жасайды. Ал Жанар болса, келешекте ғаламторларды іздеу арқылы, газет журналдардан іздену арқылы өз роботын жасамақшы. Біз балалар Жанарға сәттілік тілейік балалар. Жақсы, барлықтарыңа да осындай Жанар сияқты тынбай еңбек ететін білім алушы болуларыңа тілектеспін. Ал балалар, ендігі кезекте Айдосқа назар аударайық. Айдос не істеп отыр балалар? Айдос кім болуды армандайды екен? Жақсы, Айдос ұшқыш, ғарышкер болуды арман етеді екен балалар. Ол өзінің жаңа ұшағын ойлап тауып, сызбасын бейнелеп отыр. Қараңдаршы, тамаша балалар. Яғни біз Айдосқа сәттілік тілеп, келешекте өз ұшағына мініп, бізді де Қазақстанның азаматтарына мінгізіп, яғни ұшақ жасауды бәрімізге үйрететін болады. Сәттілік тілейміз Айдосқа. Ал енді балалар, қараңдаршы, ақынның ойын жалғастыр дейді. Қараңдаршы балалар, жас техник деген кімдер екен сонымен? Яғни өлеңде қандай мамандық иелері бар? Дұрыс, жақсы. Яғни өлеңде инженер,
яғни олар қандай мамандық иесі екен, электриктер деген кімдер екен, ұшқыштар кімдер екен. Осы өлең арқылы осы үш мамандықты жас техник деп көрсетіп отыр. Яғни техник деген сөз, балалар, техника жұмысымен айналысатын. Яғни олардың жұмыстары өте қауіпті. Мысалы, ұшқыш болу оңай емес. Ол үшін көп ізденіп, көп оқып, көп еңбек ету керек. Электрикті де күнделікті көріп отырсыңдар. Олар электр сымдарында, бағаналарда жүреді. Инженерлер де сондай, машина, заводтарда, үлкен заводтарда жұмыс жасайды. Жақсы балалар. Енді осы мамандық иелері сіздерге ұнайтын болса, келешекте сіздерге өздеріңіз мамандық иелерін табасыздар. Енді балалар, жаңалыққа құмармын дейді. Яғни осы тақырып бойынша сіздер қандай сурет салар едіңіздер? Қандай жаңалықты ойлап табар едіңіздер? Сіздердің ойларыңызды үйге тапсырма ретінде мен сіздерге бергелі отырмын. Яғни сіздер қандай жаңалық жасайсыздар? Мүмкін сіздер өздеріңіз ойлаған көпір салатын шығарсыздар. Мүмкін өздеріңіз сағат құрастыратын шығарсыздар. Мен сіздерге көмек ретінде айтып отырмын. Мүмкін өздеріңіз қалашық келешекте ойлайтын шығарсыздар. Мынандай қалам болса, мынандай мектебім болса деп. Яғни сіздер жаңалыққа құмар болуларыңыз керек. Сондықтан да үйге тапсырма ретінде жаңалыққа құмармын тақырыбына сіздер сурет саласыздар. Сол суреттерді өздеріңіз қорғайтын боласыздар. Яғни осы тақырып бойынша үйден жұмыс жасап келесіздер. Келесі сабақта жүздескенше, хош, сау болыңыздар.